Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен менің отбасымның өте сүйіп жейтін дәмін сөзбен айтып жеткізу енді мүмкін емес. Хачапури по-джарскийдің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен біз ашытқымызды дайындап қоямыз. Ол үшін жылы суға қант себеміз және осындай дрожжи себеміз. Ашытқы, яғни сухой, жақсылап араластырып, үстіне кішкене ұн себіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Суларыңыз жылы болсын. Және оның бетін жауып, сыртынан орап, жылы жерге қойып қоямыз, ашытқымыз көтерілгенше. Келесі үккіштен осылай сырымызды өткізіп аламыз, ұсақтап, салмасын дайындап қоямыз, яғни. Осының үстіне творог ірімшігімізді қосамыз. Оның үстіне кішкене тұздаймыз. Және араластырып, екеуін осылай міне қойып қоямыз. Міне біздің салмамыз дайын. 15-20 минуттан кейін жаңағы ашытқымыз біздің уже көтеріліп тұрады. Көпіріп міне осындай болып. Енді біз уже қамырымызды дайындай береміз. Жұмыртқа қосамыз, айран қосамыз. Барлығы жылы болу керек. Сүтімізді қосамыз. Және ерітілген сары майымызды қосамыз. Енді осының үстіне тұз саламыз, жақсылап араластырып, електен ұнды өткізе отырып қосатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Ол міндетті. Енді барлығын араластырып, жұмсақ, қатты емес қамыр илеп, оны тағы да жаңағындай жылы жерге орап қойып қоясыздар. Ол көтеріледі, бауырсақтық сияқты көтерілеу керек қамырымыз. Міне мен жан жағына осылай сұйық майды сеуіп шығам, құйып яғни. Сонда қамыр көтерілген кезде жанына жабыспайды ыдыстың. Міне мен жауып, осылай орамалмен жақсылап, сосын жылы жерге қойып қоям. Жылы жерде 30-40 минут тұрғаннан кейін қамырларыңыз осылай көтеріледі, әдемі болып. Міне қамырды басып, арасына ауа жіберіп жатырмын. Енді осы қамырымызды, бір қамырымызды екіге бөлеміз. Яғни бұл осы рецепт бойынша 2 хачапури шығады. Міне ыңғайлап домалатып аламыз қамырымызды екеуін бірдей. Біреуімен оқтаулап жасағанша екіншісін бетін жауып қойып қоямыз орамалмен. Міне қамырымызды қазір оқтаулап, жазып, хачапуримызға ыңғайлаймыз. Қамырларыңыз жабысып жатса, кішкене үстіне ұн сеуіп алыңыздар. Міне осындай етіп жайып аламыз. Енді осыны өзімізге ыңғайлы қылдырып, противеннің үстіне салып алдық. Осылай бұл хачапуридің екі шетіне сары майды осылай қойып шығасыздар. Қатты көп емес, тура осы видеодағындай етіп, жіңішке етіп, кесіп алып қойып шығасыздар. Енді осы май қойған жерін екі шетін ішке қарай орайсыздар. Міне шеттерін жақсылап бекітесіздер. Сонда біз арасына салған қазір салмамыз ешқай жерінен ағып кетпейді пісіп атқанда. Осылай дайындап қойып, хачапуриді тағы да бір 15 минутқа бетін жауып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін бетін ашып, хачапуриміздің шеттеріне осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Піскенде қызарып әдемі болу үшін. Және ортасына жаңағы дайындап қойған салмамызды саламыз. Бағана біз дайындап қойған салма ол 2 хачапуриға жетеді. Теңде 2 хачапуриға бірдей етіп саласыздар. Міне салмасын салдық. 200 градустағы духовкада пісіріп аламыз. 20-25 минут. Хачапуридің пісуіне 5 минут қалғанда үстіне осылай жұмыртқаны құйып, тағы да бір 5 минут пісіресіздер. Сонда жұмыртқа шала пісіп, міне осындай болып шығады. Міне көріп тұрсыздар ғой, қандай хачапури видеодан, бірақ енді иісін, дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Менің отбасым, әсіресе балалар өте сүйіп жейді. Міндетті түрде жасап көріңіз, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.